1972 жылдың 13 қазаны. Уругвай, Монтевидео әуежайы. Бұл күні әдеттегідей бір чартерлік рейс ұшуға дайындалып жатыр еді. Бірақ бұл рейс тарихтағы ең қорқынышты аман қалу оқиғаларының біріне айналатынын ол кезде ешкім білмеген еді. Ұшақтың бортында барлығы 45 адам болған. Олардың көбі Уругвайдың регби командасының ойыншылары, достары және туыстары. Олар Чилидің Сантьяго қаласына жол тартты. Мақсат достық матчқа қатысу. Ұшақ Fairchild FH-227D. Бұл екі қозғалтқышты қысқа қашықтыққа ұшуға арналған турбовинтті ұшақ. Ұшу уақыты таңертеңгі 1 шамасында. Бағыт Монтевидео, Сантьяго, Чили. Олар әуежайдан ұшып кеткендеріне бірнеше уақыт өткеннен кейін сағат таңғы 3:20-да уругвайлық жолаушылар ұшағы таулар үстіне төмендеп бастайды. Айнала қалың бұлт, ештеңе көрінбейді. Ұшқыштар самолеттің құрылғыларына және диспетчердің нұсқауларына сүйеніп ұшады. Бірақ бір проблема бар. Сол сәтте диспетчер ұшақты радардан көрмей тұрған еді. Сондықтан ол командаларын пилоттардың өз сөздеріне ғана сүйеніп беріп отыр. Ал пилоттардың өздері де дұрыс ештеңе көрмей тұрған еді. Қысқасы, самолеттің қай жерде ұшып келе жатқанын нақты ешкім білмеген еді. Бірақ бәрі шешім қабылдап жатыр. Алдарында қону жолағы емес, алып тау тұрған еді. Екі ұшқыш бірдей штурвалды өзіне тартып қалды. Ұшақтың алдыңғы бөлігі тік көтерілді. Бірнеше секунд үрей мен үміт арасында өтті. Тау жотасы жақындай берді. Бір сәтке олар таумен соқтығыстан құтылғандай көрінді. Бірақ соңғы мезетте ұшақтың құйрығы таудың шыңына тиіп өтті де сол сәтте жұлынып кетті. Алдыңғы бөлігі инерциямен жердің дәл үстімен ұшып барып, қанатымен шығып тұрған тасқа соғылды. Қанат жұлынып түсті. Ұшақты оңға қарай қатты шайқап жіберді. Екінші қанаты да жерге тиіп үзіліп кетті. Қозғалтқыштың пропеллері есі ауысқандай айналып фюзеляжға кіріп кетті де, оны пышақ майды кескендей тіліп өтті. Ал фюзеляждың өзі қисық-қисық алюминий құбырына айналып, тау беткейіне сағатына 350 км жылдамдықпен құлады. Сосын қар мен мұздың үстімен шамамен 1 шақырымдай сырғып барып, алтын мұз үйіндісіне соғылды. Соққыдан тірі қалғандардың бәрін алдыға қарай ұшырып жіберді. Соққының күші сондай қатты болғаннан орындықтар жұлынып, жүк шашылып, барлығы бірге пилот кабинасына қарай кіріп кетті. Тек сол кезде ғана бәрі тоқтады. Кабинада тыныштық орнады. Сол тыныштықты жаралылардың айқайы, ыңырсыған дауыстар және өліп бара жатқан адамдардың айқайы бұзды. Авиакатастрофалардың 99% осымен бітер еді. Бұл жолы оқиға енді ғана басталған еді. Алда бұл адамдарды өліммен 72 күн айқас күтіп тұрған еді. Суық, аштық және үмітсіздік. Адамнан өркениет маскасын сырт тастаған тарих. Ұшақ тоқтаған соң бірнеше секунд бойы ешкім қозғалмады. Адамдар не болған әлі түсінген жоқ. Кейбірі көзін ашты, бірақ аяқ қолы бағынбай тұрды. Бірінші болып есін жиғандардың бірі 19 жастағы студент Роберто Каннессо еді. Ол жан-жағына қарады. Кабинаның алдыңғы бөлігі мүлде жоқ болатын. Ұшқыштардың кабинасы толықтай бөлініп кеткен. Ал олардың алдында қар мен мұздан тұратын шексіз ақтала. Айналада ағаш жоқ, жол жоқ, тіршілік белгісі жоқ. Тек қираған ұшақ және адамдар. Жараланғандар орындарында жатыр. Кейбіреуі айқайлап жатыр, кейбірі үнсіз ғана тынысын әрең алып жатыр. Ал кейбірі қазірдің өзінде қозғалмай қалған. Роберто орнынан тұруға тырысты. Ол басын ұстап көрді, саусақтары қан болды. Жанында отырған досы Густаво Николич дем алып жатыр ма, жоқ па түсініксіз еді. Роберто оның мойнынан ұстап, пульсын тексеріп көрді. Пульс жоқ.
Осы сәтте ол бірінші рет шындықты түсінді. Біз құладық, біз таудың ортасындамыз, ал кейбіреулер өлді. Тірі қалғандар бір-бірін шақыра бастады. Кім тірі, дыбыс беріңдер. Қардың астынан ыңырсыған дауыстар естіле бастады. Адамдар орындықтардың астынан жүк сөрелерінің арасынан шығып жатты. Барлығы 45 адамнан 33-і тірі қалған еді. Бірақ олардың көбісі ауыр жарақат алған еді. Біреуінің қолы сынған, біреуінің қабырғасы жарылған, ал біреуінің басы жарылған еді. Ал кейбірінің ішінен қан кетіп жатты. Сол сәтте ешкімде дәрі жоқ еді, жылы киім жоқ, тамақ жоқ. Тек ұшақтың қалдығы және қар. Температура -30 градусқа дейін түсті, ал адамдардың үстінде жазғы киім. Тірі қалғандар өлгендердің қалтасынан жылы киімдерді шешіп ала бастады. Бұл шешім қорқынышты еді, бірақ басқа амал жоқ. Олар өлгендерге қарап тұрып, «Кешіріңдер, біз тірі қалуымыз керек», деді. Алғашқы түн ең ауыр болды. Адамдар бірін-біріне тығылып жатты. Ұшақтың артқы бөлігін паналауға тырысты. Қар желмен бірге ішке кіріп жатты. Сол түні тағы бірнеше адам жарақаттан көз жұмды. Таң атқанда тірі қалғандар саны 27 адамға өзгерді. Енді олар тек бір нәрсе туралы ойлады. Бізді таба ма? Радио жұмыс істемеді. Батарея отырып қалған. Олар чемодандарды ашты. Тапқандары бірнеше шоколад, бір бөтелке шарап, бірнеше печенье, бір пакет жаңғақ. Барлығын бөліп жеді. Бір адамға күніне 5 уыс қана тиді. Су жоқ. Олар қарды ертіп, судың орнына ішіп жүрді. Күн өткен сайын денелері әлсірей бастады, ал ауа райы өзгермеді. Тек қар және жел. Бірнеше күн өткеннен кейін олар самолеттің істен шыққан радиосын қарап жөндеуге болатынын түсінді. Сөйтіп олар радионы жөндеп алады. Олар жаңалық тыңдады. Диктордың дауысы: «Ант тауларында жоғалған рейс 571 іздестіріліп жатыр». Адамдар бірін-біріне қарады. Бұл үміт еді. Бірақ сол үміт көп ұзамай үзілді. Келесі күні радиодан: «Іздеу операциясы тоқтатылды. Ұшақ табылған жоқ». Бұл естіген сөздері олар үшін өлім үкімімен тең болды. Енді олар мұнда өздері қалай екенін білді. Көмек келмейді, жол жоқ, азық жоқ. Тек тау және қараңғы суық. Сол күні көп адам жылады. Кейбірі дұға етті, кейбірі жай ғана қарға қарап отты, ал кейбірі өліп кеткендердің денелеріне қарап отырды. Себебі олар бір нәрсені түсіне бастады. Олар үнсіз отырды. Әркімнің ойы бір жерде тоғысқандай болды. Алдарында қар астында жатқан жолдастарының денелері. Кеше ғана олармен бірге күліп отырған адамдар. Ал бүгін қозғалмай жатыр. Ешкім дауыстап айтпады, бірақ бәрі бірдей нәрсені ойлады. Тамақ жоқ, біз әлсіреп барамыз, ал суық күшейіп келеді. Бірінші болып үнсіздікті Нандо Паррадо бұзды. Ол жай ғана айтты: «Егер біз тірі қалғымыз келсе, басқа амал жоқ». Алғашында ешкім түсінген жоқ. Сосын бір қыз сыбырлап сұрады: «Сен нені айтқың келеді?» Нандо төмен қарады. «Өлгендерді». Сөзді аяқтаған жоқ, бірақ бәрі түсінді. Кейбіреуі бірден қарсы болды. «Бұл күнә, бұл адамшылыққа жат. Мен бұған бармаймын». Бірақ күндер өтті, аштық күшейе бастады. Адамдардың қолдары дірілдей бастады. Аяқтары жүре алмай қалды, ал бір жігіт таңертең оянбай қалды. Ол аштан өлген. Сол кезде таңдау қалмады. Олар бірдей шешім қабылдады. Біз бұны бір-бірімізді жеу үшін емес, тірі қалу үшін жасаймыз. Біз олардың денесін құрметпен қолданамыз. Бұл тірілер үшін өлгендердің соңғы көмегі. Олар ұшақ апатынан өлгендердің денесін жеуге шешім қабылдады. Алғашында олар
аз ғана кесіп алды. Ешкім сөйлемеді. Ешкім бір-біріне қарамады. Кейбіреуі жылай отырып жеді, ал кейбіреуі мүлде жей алмады. Күн өткен сайын денелер әлсіреуді тоқтатты. Олар тағы бірнеше күн өмір сүре алды. Бірақ таулар оларға тағы бір сынақ дайындап қойған еді. Самолеттің құлағанына 12 күн өткеннен кейін, түнде барлығы ұйықтап жатқанда, кенеттен қатты гүрсіл, жер қозғалғандай болды. Ұшақтың ішін қар басып кетті. Бұл қар көшкіні еді. Ол көшкіннен ақ қар ұшақтың ішіне толып кіріп кетті. Адамдар қозғала алмады. Кейбірі бірден тұншығып өлді. Кейбірі қар астында айқайлап жатты. Таң атқанда олар қарды қазып, бірін-бірі шығарды. Бірақ сол түні тағы 8 адам қар көшкінінен қаза болды. Енді тірі қалған адам саны 19 ғана болды. Ал суық одан да бетер күшейді. Түнде -40 градусқа дейін түсті. Адамдар бірін-біріне тығылып жатты. Ұшақтың қаңқасын көрпе сияқты пайдаланды. Олар енді түсінді. Бұл жерде қалсақ өлеміз. Біреу тау жаққа қарап айтты. Егер батысқа жүрсек, Чилиге шығамыз. Бірақ таулар қорқынышты еді. Қар тізеден ғана емес, адам бойынан жоғары еді. Тамақ аз, күш аз. Сонда 3 адам шешім қабылдады. Нандо Паррадо, Роберто Канессо, Антонио Висентин. Олар жаяу тауда өтпек болды. Отырғыштарды металлынан көзілдірік ойлап тапты. Желден қорғану үшін пленка мен бет жапты. Бұл жай серуен емес еді. Бұл өлімге қарсы жүріс болатын. Олар жүріп кетті, ал қалғандар ұшақта қалды. Олар күтіп отырды. Күндер өтті, апталар өтті, ал 3 адам тауларда жүріп келе жатты. Олар қармен күресті, аштықпен күресті, шаршаумен күресті. Бір күні Антонио жолға шыдамай артта қалды. Ол қайтып кетті. Ал екеуі Нандо мен Роберто жүре берді. Шыққандарынан 10 күн өтті, 11 күн өтті. Олар бір нәрсені көрді. Ағаштар, тірі ағаштар. Бұл өмір белгісі еді. Олар таудан түсті. Кенеттен өзеннің ар жағынан адам көрінді. Чилилік чабан. Нандо айқайлады. Дауысы шықпады. Сонда ол қағазға жазды. Біз ұшақта тірі қалғандармыз, тауда адамдар қалды. Чабан қағазды оқыды, алдымен сенбеді. Бірақ Нандоның көзі өтірік айтпай тұрды. Ол жақын ауылға жүгіріп кетті. Хабар полицияға жетті. Ал полиция әскери әуе күштеріне жеткізді. Барлығы таң қалды. 72 күн өтті. Тірі қалу мүмкін емес еді. Бірақ енді олардың нақты орындары бар еді. Тікұшақтар тауға көтерілді. Қар, жел, тұман. Ұшақтың қалдығын табу оңай болмады. Бірақ бір кезде ұшақтың ақ қаңқасы көрінді. Құтқарушылар төмен түсті. Ал ұшақтың ішінде адамдар тұрды. Тірі, арық, көздері шүңірейген. Құтқарушылардың бәрі кейін былай деген. Біз елес көргендей болдық. Бұл мүмкін емес деп ойладық. Ал ұшақта қалғандар өз көздеріне сенбеді. Олар келді. Біз тірі қалдық. Құтқарушылар алғашқы күн тек 6 адамды ғана алып кете алды. Себебі ауа райы нашарлап кетті. Түнде тағы да қар жапты. Ал келесі күні қалғандарының бәрін эвакуациялады. Сол сәтте тауда 16 адам тірі қалған еді. Бірақ оларды тағы бір сынақ күтіп тұрды. Бұл адамдардың сөзі. Газеттер олар жайлы былай жазды. Олар бірін-бірі жеген, олар адам етін жеп тірі қалған. Әлем екіге бөлінді. Біреулер бұл жабайлық деді, екіншілері былай айтты. Олар өлгілері келмеді. Сонда тірі қалғандар баспасөз конференциясын өткізді. Олар бәрін ашық айтты, жасырмады. Тамақ болмады, басқа жол болмады. Біз тірі қалу үшін бәрін жасадық. Роберто Канессо сол кезде мынаны айтты. Біз оларды жеген жоқпыз. Біз оларды бізді тірі қалдыру үшін қалдырды деп қабылдадық. Шіркеу де өз сөзін айтты. Католик дін бастылары бұл күнә емес, бұл өмір үшін жасалған қадам деді. Ешқандай сот болған жоқ. Оларды ешкім айыптамады. Керісінше, олар ерлік жасады деді. Ал сен өмір сүру үшін қаншалықты алысқа бара алар едің? Өз ойыңды комментарийге жаз.
Егер саған осындай шын оқиғалар ұнаса, әрі толғандыратын каналға жазыл. Сау, саламат.